Бүгін пикни бибикамды жуындыратын болам. Бірінші міндетті түрде терезелердің барлығын жауып тастаймын. Сосын осылай қиналып жүріп поликтерді шығарып тастаймын. Қараңдар енді, мынаның ішінде как будто үшінші дүниежүзілік соғыс болған сияқты. Бір жағы машина жуу білмейтін жандарға сәл-пәл туториал менің көмегім болсын дегенім ой. Лобовой стекломды ауыстырғаннан кейін осындай скотчпен жабыстырып берген. Мынаның қараңдар енді, клейін ужас. Осындай нәрсеге келесіңдерді тиындарын саласыңдар. Бұл 150 және 200 теңге ғана алады. Сондықтан 20 теңге 10 теңге салып жүрмеңдер мен сияқты жынды болып. Кейбіреуінде Каспий QR болмай қалады, сондықтан тиын тебен тасып жүріңдер собой. Осылай қосамыз да, қолымызға аламыз да бірінші сулап шығамыз. Міндетті түрде өзім енді солай істеймін. Мына жерде көрсетіп жатыр барлығын. Өзімнің алғаш рет машина жуған мәл есімде. Адам негіз белгісіздіктен қорқады да, сондықтан менде қалай жуу керек екенін білмедім. Бұлай ешкім білмеймін. TikTok, Instagramға туториал түсіріп сол миына жетпеген ба білмеймін. Сөйтіп 1500 теңге құртқам ол машинаға. Қасында екі құрбым бар, ол екеуі көрсетпесе мен вообще білмейтін едім. Сөйтіп кәдімгідей үшеуміз жабылып жүріп 1500 теңгеге әрең жуамыз. Кстати, мына тряпкамен мүлде лобовой стеклоны сүртуші болмаңдар, айғыз болып қалады. Осылай машинам күшті болып шықты, айнадай тап-таза болып. Егер ұнаса подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңдар. Всем пока!